Ассалаумағалейкум жігіттер. Так, бүгін маса наборный коктейль жайлы түсірмекпін. Маған 2 айдың ішінде 12 кило салмақ қосуыма бірден бір септігін тизген тағамдардың бірі. Өте белковый және углевод көп арналсан гейнер десек те болады. Маса наборный протеин десек те болады. Так, бізге не керек? Бізге кез келген дүкенде сатылатын творог, өзімізге 5% болмаса безжирный аламыз. Және бізге овсянка керек деп ойлайсыз. Және міндетті түрде 2 қара банан. Ойнап айтамын. Просто көп тұрып қалған. Обычный банан болады. Сүт. И семенальная. Мен арахисовый паста таусылып қапты және изюм таусылып қапты. Осыған арахисовый паста изюм қосам. Семенальный пайдасын өте көп, адамның денсаулығына пайдасы, қан айналымына сондай. Жалпы осыған есінде қапты. Негіз былтыр оққан. Пайдасы өте көп. Және осының бәрін бізге араластыратын блендер қажет. И осының бәрін қамтамасыз ететін объем. Осыны чашка керек. Так, осының бәрін араластырып болғаннан кейін бірге тамақтанатын боламыз. Қазір рецептін жасаймыз. Так, алдымен творогты ашып, шамамен 200 әрін бәралай. Мен өзіме сондай бір шамамен бір 150-100 граммдай саламын. Шамамен алғанда. Одан кейін банан қосам. Опа, банан уже қарайыпты. Банан свежий болған дұрыс. Опа-на. Просто менде көп тұрып қалып бұл. Және овсянка қосамыз. Семенальная. Өте пайдалы. И осының бәріне міндетті түрде сүт қосамыз. Араластыратын. И осының барлығын блендермен араластыратын боламыз. Осындай көлемде шықты. Ал. Бисмиллахсыз іс бастама дейді. Опа. Шашылып отыр. Öte dämde
жемей-ақ қояйын, өтірік айтып. Бірақ расымен де бұған арахисовый паста қосатын болсаңдар, болмаса по вкусу бал сондай қосатын болсаңдар, дәмі ерекшеленеді. Бізге главный дәм емес, бізге главный эффект, качество. Істеген косяктарымды түсіртіп алайық. Оппаны. Мусорларымызды жинаймызды. Отырып тамақтанамыз. Ал жіптер ас болсын. После тренировки 40-45 минуттан кейін мынау зор кетеді. Өйткені бұл біріншіден сұйық, бірден тренировка істеген жерге метаболизм зат алмасу өте пайдалы беретін нәрселер өте көп бұда. Біріншіден творог айтпаса да түсінікті, бұл белоктың основның бірден-бір көп мөлшерде беретін тағамдардың бірі. Бұл сүйекке пайдалы, масса қосуы, мышцы қосуы үлкен пайдасын береді. Сүтте пайдалы, овсянкада пайдалы, бананда пайдалы. Бананда креатин бар, овсянкада энергия бар, семенальныйда неше түрлі жаңағындай қоспалар бар. Бананда сосын ең жалғыз продукты, адамның настроениесін көтеретін жалғыз продукты банан. Так что после тренировки на ура. All the pain.